Мынадай мидай далада жалғыз өзі жатқан жұмбаққа толы қандай тас дейсіз ғой. Бұл бөрі тастаған тауы. Бірі материт, бірі тау жынысы, бірі табиғаттың ғажайыбы деп таңғалушылар өте көп. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылынан 45 шақырымдай жерде, шығыстан батысқа созыңқы келген ені 1 шақырымға жоқ, ал биіктігі шамамен 19 метрлі тау. Жартастың оңтүстік беті тіктерлік, ал солтүстік бетінде төбесіне шығуға болатын жадағай жиегі бар. Бөрі тастаған тауы туралы жазылған деректер 19 ғасырдың соңына жатады. Бөрі тастаған атауына байланысты екі түпнұсқа мен ел аузында аңыз әңгімелер жетерлік. Соның бірі кезінде танымал алып кемпір өмір сүрген. Күндердің күнінде Тарбағатай тауының етегінде бір отар қойын бағып, ұршығын иіріп отырған. Сол сәтте жайылған малға қасқыр шабуыл түсіпті. Малын қорғайын деген әжей қолындағы ұршығын қасқырларға лақтырған. Міне сол лақтырылған ұршық осындай үлкен тасқа айналған. Қазақта қасқырды бөрі деген, міне бөрі тастаған атауы осылай пайда болған. Бөрі тастаған жайлы жергілікті жерде алғашқы ғылыми зерттеу жүргізген математика ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылым академиясының аға ғалымы, қызметкері Тоқтар Нұрекенов болған. Бояулы суреттері әртүрлі нышандық белгілер мен адам пішіндес мүсіндер, әр алуан жануарлардың сурет кескінділерімен ерекшеленетін тарихи нысан. Қазақтар осы жерге жиі келіп құрбандық шалатын болған. Жартас төбесінде өсетін бұталардың бұтағына немесе түбіне шыт байлап, болмаса жай түйіп жерге тастап кетіп отырған. 2014 жылы шілдеде Тарбағатай табиғаты бірлестігі бөрі тастаған мәртебесі мен болашақ атты республикалық конференция ұйымдастырды. Сол жолы бөрі тастағанның төлі құжатын заңдастырған. Бірақ әлі күнге дейін бөрі тастағанда табиғи тарихи ескерткіш қатарына мәртебе беру мәселесі шешілмей келеді. Ерекше табиғаттың жаратылысын сіз де келіп тамашалаңыз.